келіншектер, сіздермен Мика Келинка. Бүгін сіздермен барлығын сүйіктісіне арналған молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Ал ендеше сіздерге керекті болатын ингредиенттермен таныстыра кетейін. Сливки 33%, un жоғары сұрып болу қажет, сгущенка, творожный сыр, 2 жұмыртқа, сливочное масло, сахарный пудра и разрыхлитель керек болады. Әрбірінің граммдарын описанияға жазып кетемін, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Сосын 2 жұмыртқаны үстіне саламыз. Сосын сгущенканы тоже үстіне саламыз. Ал ендеше барлығын миксермен айналдырып аламыз. Осылай араластырып болған соң, ұнымызды аламыз. Оның ішіне 1 чайный ложка разрыхлитель қосып аламыз. Қосып араластырамыз. Сосын ұнымыздың барлығын қосып, миксерде айналдырғанда шашылып кетпес үшін бірінші араластырып аламыз. Дайын болған массамызды осындай 5-6 коржға бөліп шығамыз. Әрбір коржымызға 2 қасық или 2,5 қасықтан дұрыс келеді. Осылай пергаментный қағазға домалақты ручка арқылы сызып алсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы болған ретпен. Осылай қасықпен домалатып шығамыз. Формаға келтіреміз. Дайын болған корждарымызды осылай листімізға салып, 180 градуста 6-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей достар, 6 коржымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді оларды 100% суыған кезінде пергамент қағазынан алатын боламыз. Пергамент қағазынан астын аударып, жаймендеп бұлай аламыз. Ал енді корждарымыздың формасына шығарып аламыз. Осындай форма шығаратын әдіспен менде 20 сантиметр осындай үстіне қойып басып аламыз. Сол кезде осындай шетінен өзінің лишний заттары шығады. Осындай идеальный әдемі домалақ болып шығады. Ал ендеше кремімізді дайындап аламыз. Ыдысымызға сливкиді салып аламыз. Сливки салқын болуы қажет. Ал енді миксерлеп бастаймыз. Осылай кішкене көпіргеннен кейін сахарный пудраны қосамыз. Творожный сырымызды да қосып аламыз. Көпіртіруді жалғастырамыз. Мінекей достар, біздің креміміз дайын. Осылай алған кезде өзінің формасын жоғалтпауы қажет. Мінекей креміміз дайын. Ал енді тортымызды реттеп шығамыз. Мен осындай форма шығарғышпен реттеп аламын. Сонда бәрі бірдей реттелетін болады. Достар, тортымызды әдемілеп реттеп алдық. Енді оны холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Мінекей достар, тортымыз холодильникте жарты сағат 1 сағат тұрды. Содан кейін ыдысымыздан алып аламыз. Ең алдымен осылай шектерін алып шығыңыз. Сонда қапшықтан алынуы оңай болады. Ал енді әдемілеп тегістеп шығамыз. Ендеше тортымызды әсемдейміз. Әркім өзінің қалауына қарай әсемдесе болады. Мен осылай әсемдеймін. Ал енді қалып кеткен кремімізбен үстіне әсемдейміз. Мен осындай апельсин және шоколадтармен үстіне әсемдеймін. Әркім өз қалауына қарай әсемдесе болады.
корочка тортымыз дайын. Менімен болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.